Қазақстанда діни ахуал осылайша ушығып тұрғанда атышулы сопылар немесе зікіршілер ісі бойынша 12 жылға сотталған профессор Саят Ыбыраевтың адвокаттары қылмыстық іс материалдарын жариялай бастады. Қорғаушылар, исматулашылар делінетін топ өкілдерін қудалауға тапсырма тікелей Ақордадан түскен деп мәлімдеді. Адвокаттардың осыған дейін құпия болып келген компроматтармен тілшіміз Гүлжанат Пірімбет танысқан еді. Сотталған сопылардың адвокаттары сот үкімінен кейін біраз үнсіздіктен соң қорғауындағы азаматтарды жария қорғауға көшті. Олар ең бастысы әртүрлі ұзақ мерзімді жазаға кесілгендердің ішінен профессор академик Саят Ыбыраевты ақтап алу үшін бәріне баруға дайынбыз деп белбуа кіріскен секілді. Тіптен сот шешімі шықпай тұрып, Ақорда маңындағы үлкен кісілерден көмекте сұрағанын жасырмай айтты. Мен бір осы мемлекетті басқарып отырған, мемлекеттің жауапты қызметкерде отырған, ең жоғары жауапты қызметкер, лауазымды қызметкердің біреуімен мен жолыққанмын. Сол кісіге барып айтқам, осындай Ыбыраев Саят деген азамат заңсыз сотталып барады. Соған көмектесуіңіз сұра деген, көмектесуге мүмкіндігіңіз қандай дегенде, ол азаматтың маған айтқаны, бұл Ыбыраев Саят және де соның қасындағы адамдар мемлекеттің қауіпсіздігіне мемлекетті құлатқысы келген деген абылар дейтін сондай сөздері бар. Сондықтан бұл кісілерге көмектесу өте қиын деп өзінің сөзін айтқан. Есте болса, бірер апта бұрын Алматы ауданаралық мамандандырылған соты сопылық ағымда ұстанған 9 адамға ауыр үкім шығарған болатын. Оның ішінде академик Саят Ыбыраевқа қылмыстық кодекстің 6 бірдей бабы бойынша айып тағылып 12 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Солардың ішінде 126 баптың 3 тармағы бойынша адам ұрлады деген айып бар. Жазаланғандардың қорғаушылары осы бап бойынша шақырылған куәгерлердің бәрінің беттеріне қара маска кигізіп сот залына әкелінгенін айтады. Бетінде маска. Тек қана екі көзін ғана кесіп қойған. Аты жөні толықтай өзгертілген. Кім екенін білмейміз. Ешбір куә жоқ оның сөзін растайтын, не жоққа шығаратын. Тұратын жері өзгертілген. Ол кісі келді де айтты, мен мектеп жасында оқып жүрген кезде бәленбай жыл бұрын, 5-6 жыл бұрын Алматы қаласын қыдырып келіп едім. Тамыз айында мені бір көшеде бір кісілер ұстатты, машинаға зорлап күштеп алып кетіп, дәл сол Саят Ыбыраев отыратын офистің астындағы жертөлеге, яғни подвалға қамап 3 ай жарым ұстатты жауап берді. Адвокаттар сопылық ағымның жетекшілерін түрмеге тоғытуға кімдердің тапсырма беріп отырғанын нақты білетіндерін де айтады. Бірақ олардың атын атап түсін түстеуден бас тартқан қорғаушылардың бірі ең бастысы уахабистер ағымын қолдап қаржыландырып отыратын топтың өкілдері екенін жеткізді. Олардың біразы билік басында отыр дейді. Нұрсұлтан Әбішұлы ол өте үлкен күшті политик, мысалға, өте саясаткер. Оның кезінде мүмкін бұл олардың жоспары іске аспайды. Бірақ та табиғаттың заңы, мысалға, ол кісі кеткен жағдайда болатын, сол кезде кеткен жағдайда болатын жаңағындай хаос дейді ғой, соны сол кезде мына вахабистер мен салафистерді пайдаланып үкіметтің басынан шығып кетуді армандап отқан азаматтар бар. Кеше Атыраудағы жарылыста соның дәлелі, олар айтып жатыр. Біз сендегі анандай қойдан жуас оппозиция емеспіз. Құқық қорғаушы Евгений Жовтис болса, Қазақстанда діни экстремизм деген істердің бәрінің жабық өтуінің өзі қоғамда үлкен күдік тудырады дейді. Сондықтан бұл процесс кімнің кім екенін көрсету үшін ашық болуы тиіс еді деп ойлайды. Сопылар мәселесін бірден жабу күдік туғызады. Неге? Бүлікті идеялар мемлекеттік құпия емес. Бұны ашық мәлімдеуге де болар еді. Осыған айыпталса, мұндай көп уақыт бекітілмес еді. Иә, адамдардың денсаулығына зиян келтіруге жазаланды. Бірақ бәрін ашық процесте дәлелдеп беру керек еді. Айта кету керек, сот ісі басталар кезде иықтарына шен таққан азаматтар келіп, айыпталушылардың біріне сот ісін судьядан жабық өтуін сұрауын талап етіпті. Сол кезде бостандыққа шығуына уәде еткен екен. Тіптен кепіл ретінде Қазақстан президентінің аты жөнін атапты. Бұл атышулы сопылар ісі Алматыдағы кассациялық инстанцияда қаралатын болады. Себебі бұл сот алқабилердің қатысуымен өткен. Гүлжанат Пірімбет, Талғат Өмірбеков, Қазақстан, Алматы. Бас муфтидің есімі